қоңырау салтанатты жиынды ашық деп жариялаймын. Құрметті оқушылар, ұстаздар, жолдайды мектеп директоры, түлектерге ақ тілек, өмір деген үлкен жолда, ақ жол тілеп, бақ тілеп деп, құттықтау сөз кезегін Қалыбаева Ғалия Сағынғали қызына береміз. Баршаңызды соңғы қоңырау мерекесімен құттықтаймын. Биылғы жыл Алтынсарин атындағы орта мектеп ұжымы Қазақстан Республикасының білім заңын, Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының білім беру стандартын, елбасымыздың Нұрлы жол, болашаққа бастар жол атты халыққа жолдауын басшылыққа ала отырып, 2014-2015 оқу жылын тамамдады. Осы жылы жеткен жетістіктеріміз аз емес. Қазір жүргізушілер сіздерді таныстырады. Баса айтарым, бүгінгі күнгі 11 сынып оқушылары біздің ең сүйкімді, ең ақылды, ең өнерлі, білімді оқушыларымыз. 11 жыл бойы мектебімізде оқып, өздерінің білімдерімен де, өнерлерімен де, спорт жағындағы жетістіктерімен де мектебіміздің туын көкке желбіреткен аяулы оқушыларымыз. Сендерге сәт сапар тілеймін. Алдағы ұлттық бірыңғай тестілеуде жоғары балл алып, барлықтарың грант иегері болуларыңызға тілектеспін. Денсаулық пен амандық, әрқашан бастарыңызға аманшылық тілеймін. Дендеріңіз сау болсын. Қайда жүрсеңіздер де аман жүріңіздер. Бүгінгі күнгі кездесуге келген 40 жылдық түлектеріміздің жолын берсін сіздерге. Сол кісілер сияқты мемлекетіміздің түкпір-түкпірінде еңбек ететін, мақтан ететін азаматтарымыз болып ержетіңіздер. Құрметті мектебімізге келген 40 жыл болған түлектеріміз, сіздерді мектепке келгендеріңізбен сондай қатты толғанып, тебіреніспен, қуанышпен қарсы алып тұрмыз. Сіздердің өмір жолдарыңыз, еңбектегі жетістіктеріңіз, патриоттық сезімдеріңіз, ауылымызға деген құрмет, мектебімізге деген құрмет, ұстаздарыңызға деген құрметтеріңіз, мына біздің бүгінгі күні партада отырған шәкірттеріміз үшін үлгі екені анық. Әрқашан дендеріңіз сау болсын. Мектебімізге осылай береке бірлікпен, ұйымшылдықпен, аманшылықпен әрқашан кездесіп, бастарыңызды қосып жүруге жазсын. Сіздерге тек қана жақсылық тілеймін. Мол, ауыртпашылығы да мол болған оқу жылын бүгінгі күні бәріміз тамамдадық. Ендігі кезекті жүргізушілерге берейін. Біз осы жылғы бір жылдың ішінде де жеткен жетістіктерменен таныстырып өтсін. Барлықтарыңызды бүгінгі мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Биылғы жылы Қазақстан Республикасы президентінің Нұрлы жол, болашаққа бастар жол атты халыққа жолдауымен бірге Қазақ хандығына 550 жыл, Конституцияға 20 жыл, Қазақстан халықтар ассамблеясына 20 жыл, ұлы жеңіске 70 жыл мерекелері аталып өтті. 2014-2015 оқу жылындағы мектеп оқушыларының жетістіктері. Аудандық жатқа оқу байқауы 8-ші сынып оқушысы Сағынғалиева Айым 3-ші орын. Президенттік олимпиада физика пәнінен 11-ші сынып оқушысы Тұрсынғазы Айтолқан 2-ші орын. Пән мұғалімі Сәңгүл Ишмұхаметова Бұқажанова. Халықаралық дистантты олимпиада орыс тілі пәнінен Асқарбек қызы Дариға 4-ші сынып 1-ші орын. Ильяс Мағжан 5-ші сынып 1-ші орын. Сырғабаева Сая 5-ші сынып 1-ші орын. Қалдыбаева Делнара 4-ші сынып 2-ші орын. Оспанова Ажар 5-ші сынып 2-ші орын. Асқарбек Дана 9-ші сынып 2-ші орын. Каримова Зарина 8-ші сынып 3-ші орын.
Солтанова Аяулым 8-ші сынып 3-ші орын. Бейсенбаева Аружан 8-ші сынып 3-ші орын. Пән мұғалімі Оспанова Гүлмира Канабековна. Халықаралық дистантты олимпиада өмір қауіпсіздік негіздері пәнінен Ахатов Айдын 10-ші сынып 2-ші орын, Қадыр Сырым 10-ші сынып 3-ші орын. Пән мұғалімі Құрақбаев Әзет Майқанович. 4-ші облыстық олимпиада математика пәнінен Тұрсынғазы Айтолқын 1-ші орын. Пән мұғалімі Сабырбаев Мұрат Бейсенбекович. Аймақтық олимпиада қазақ тілі пәнінен Тұрсынғазы Айтолқын 2-ші орын. Пән мұғалімі Шакирова Жазира Кисамиевна. Облыстық британский бульдог сайысында ағылшын тілі пәнінен Абдығалиева Еркежан 5-ші сынып 3-ші орын. Пән мұғалімі Ешенгазина Құралай Төребаевна. Ағылшын тілінен лидер конкурсында Атамбаев Тілек 2-ші сынып 3-ші орын. Зениғабыл Дильназ 2-ші сынып 3-ші орын. Құрманғазы Абдулла 3-ші сынып 3-ші орын. Малыбай Дариға 3-ші сынып 3-ші орын. Қосшанов Мұхамедали 3-ші сынып 2-ші орын. Ошақбаев Ораз 3-ші сынып 2-ші орын. Пән мұғалімі Ешенгазина Құралай Төребаевна. Логикасын дамытуға арналған облыстық балапан конкурсында 1-ші сынып оқушылары Есенғали Әли Сұлтан 1-ші орын, Есенов Бағжан 1-ші орын, Мағазова Ажар 1-ші орын, Мұхамед Кәрім Сұлтан 1-ші орын, Мәулетова Әнкар 1-ші орын, Тұрғали Жанерке 1-ші орын, Юсуф Расул 0-ші сынып 3-ші орын. Пәндік олимпиада Мүтей Аяулым 11-ші сынып қазақ тілі пәнінен 2-ші орын. Мұғалімі Құсманова Айгерім Жұмабековна. Қақсамет Ғибрат 11-ші сынып орыс тілі пәнінен 2-ші орын. Пән мұғалімі Досанбаева Майра Алшынбековна. Тұрсынғазы Айтолқын 11-ші сынып химия пәнінен 2-ші орын. Мұғалімі Нұртазина Гүлнар Каримовна. Ильяс Ержан 11-ші сынып география пәнінен 3-ші орын. Пән мұғалімі Шебекова Динара Маликовна. Өмірге басқан қадамдар құтты болсын, ақ жол сіздерге. Мынау профессор ағаларың мынау шыққан кітаптары Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі еріксіз оқулықтар ауыл шаруашылығы, биология, ауыл шаруашылығы, биология, технология, геометрия, жануарлар оқу құралы келмей жатыр. Біз профессор емеспіз. Мына кісі профессор. Осы музейге тапсырып, сіздердің қол астыларыңызға. Көп рахмет сізге, Хамит аға. Еңбегіңіз жана берсін, биіктен көріне беріңіз. Еңбегіңізге табыс тілейміз. Ендігі сөз кезегін берейін деп тұрған ағамыз осы 40 жылдық кездесуге келген Шарипов Асқар деген ағамыз. Бұл кісіні ерекше таныстырып тұрғаным 23 күні біздің мектепке келіп бұл кісілер кездесу өткізген. Сол кезде биылғы жылғы 11-ші сынып бітіретін бір оқушы Астана қаласына оқуға түсетін болса, үйі тегін, тамағы тегін, өзім қамтамасыз етемін деп, бұл кісілер жанұясына өзінің баласындай қыз баланы алып 5 жыл оқу бітіргенше тәрбиелеп береміз деп отыр. Осы жетістікке жетіп біреулеріңіз Астанадан білім алуларыңызға тілектеспіз. Рахмет сізге, Асқар аға. Міне сіздерге дейтінім аманшылық, қызық, қуаныш. Міне аталар, әжелер отыр. Осы кісілер сіздердің қуаныштарыңызға тоймасын, аспандарыңыз ашық болсын. Мынау мектеп бітіріп отырған түлектер адаспай өз жолдарында, өз мамандықтарында дұрыс таңдауларына тілектеспіз.
Жаңа міне Ғалия Сағынғалиқызының айтқан сөзін кім болсын, қай бала болсын өздеріңіз таңдап, міне Астанада оқиды деп жіберсеңіздер, о баланы құшағымызға жайып қарсы алып, бәр жағдайын жасауға өз мойнымызға аламыз. Рахмет сіздерге. Құрметті оқушылар, құрметті ұстаздар. Мен келесі кісілерді құрметпенен ортаға шақырғым келеді. Ол кісілерді қошеметтеп, қол соғып, дұрыстап қарсы алайық деп шақырып тұрмын сіздерді. Себебі осы мектебімізде жұмыс істеп, ұстаздық қызмет атқарған кісілеріміз келіп тұр. Ол кісілер кезінде біздің оқушы кезімізде бізге сабақ берген ұстаздарымыз. Аруслан Маратович, сізді құрметпен ортаға шақырамыз. Менің ұстазым ретінде. Венера Задаевна осы кісілермен бірге оқыды. Содан кейін тағы бір кісіні аса құрметпен шақырғым келіп тұр. Себебі былтырғы жылғы 40 жылдық кездесуге келген, бірақ біздің мектебіміздің табалдырығынан бастап гүлденуге, әсемденуіне, көркемдеуіне көп үлес қосып, өзінің идеясын берген ағамыз Боян ағамызды ортаға шақырғым келеді. Жігіт Ахметов Боян аға, ол кісінің биылғы жылы кездесу болмаса да, жолдасы Бақтапайдың кездесуі, ол кісі де осы мектебіміздің ұстазы. Міне біздің мақтанышымыз, мектебіміздің ұстаздары, кезінде еңбек еткен. Бақтапай, ортаға шығыңызшы. Кезінде бізге сабақ берген ұстаздарымыз. Бүгінгі күні 40 жылғы кездесуге келіп тұр. Боян ағаның идеясы менен біздің мектебіміздің жанынан ботаникалық бақ ашылды. Сол ботаникалық баққа үлес қосқан осы кісінің сыныптастары, класстастары. Оны баса айта кеткім келіп тұрғаны, әрбір гүлдің түрін әдсемдеп жазып, ешқалар тұр, әрбір гүлдің жанында байқасаңыздар аттары жазылып тұр. Оқушыларымыз соны біліп өссін, оқып өссін деп, білім деңгейлері дамысын деген оймен өз атынан әкеліп көмектескен кісі. Бүгінгі күні біздің мұражайымыз жасалып, жаңарып жатса, оған да өзінің ойын, үлесін, идеясын қосқан азаматымыз. Осы ағамыздың еңбегі жансын, әрқашан дені сау болсын деп тілектеспіз. Боян аға, сізге көп рахмет мектеп атынан. Бөлек жерде жүретін болсаң, бірақ бәріміз сол жерге жиналамыз. Ол неге? Ол біздің сіздерге деген, елімізге деген қуаныш пен махаббатымыз. Сондықтан әрбіреуіне гүлдеген жүректеріңді өз еліңе, жеріңе деген махаббатты отын болса, мықты азамат боласыңдар. Жолдарыңыз болсын. Біз өзіміз бір кішігірім 75-ші жылы бітірген 58-ші жыл мектеп оқушыларынан сіздердің мектептеріңізге спортивный доп, футболка, сондай бір кішігірім президентіміз бар, соны қабылдаңыздар. Соны сіздеріңіздің музейлеріңізде мен әлі күнгі өзім айтқан жаңа екі неміз бар. Дискіні сіздерге бердік, соны магнитное место деген сияқты көріңіздер. Мерекелеріңізге рахмет. Көп рахмет сіздерге. Еңбектеріңіз жансын, әрқашан табысты болыңыздар. Құрметті оқушылар, міне көрдіңіздер ғой, біздің мұражайымыз тағы да бір толықтырылды. Мектебіміздің ең алғашқы салынған мектептің Ворошилов атындағы мектеп болған. Сол мектептің сызбасын Аруслан Маратович біздің мұражайымызға ұсынып отыр. Бұл деген үлкен еңбек, үлкен тарих. Рахмет сізге. Сонымен қатар мектеп спорттық форма бізде жетіспейтін форма болатын. Енді біз спорттан бұдан да үлкен жетістіктерге жететін болдық. Көп рахмет сіздерге. Қол соғып шығарып салайық. Рахмет сіздерге. Жолдарыңыз болсын.
оқуды терең меңгеріп, аманатты ақтаймыз. Мектепті үздік бітіріп, әдеп салтты сақтаймыз деп, мектеп туын қабылдап алуға 10-шы сынып оқушылары шақырылады. Қазақ тілі пәнінен 3-ші орын, облыстық интеллектуалдық конкурстардың жеңімпазы. Асқар Айдана, аудандық олимпиадада математика пәнінен 3-ші орын, физика пәнінен 3-ші орын, үздік куәлік иегері, облыстық интеллектуалдық конкурстардың жеңімпазы. Семейде өткен ғылыми конференцияда қазақ тілі пәнінен 3-ші орын, аудандық шығарма байқауында 3-ші орын. Ахат Айдын, облыстық интеллектуалдық конкурстардың иегері, әртүрлі спорттық ойындардың жеңімпазы. Мектеп туын әрқашан биік ұстауға ант етемін. қуаныш сезімдері араласқан 11-ші сынып оқушылары мен сынып жетекшісі Мұқажан Асангүлеш Мұхамед қызына сөз беріледі. Армысыздар, құрметті қонақтар мен ата-аналар, оқушылар мен ұстаздар. Болашаққа жетелеп алда арман, балалық шақ бүгінде артта қалған. Самғаймыз сан тарау тараптарға, бата алып қадірлі ұстаздардан. Өтіп кетті 11 жыл, қол бұлғайды балалық, балалықтан арылып, өсіп қаппыз таралып. Сан тарау жол, сан қиял шақырады қияға, талпынамыз шуға, қимай қарап ұяға.